Баршаңызға сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен карамельный пирогты пісіріп үйренетін боламыз. Бұл карамельный пирог жаңағы көп қыздардың осы ортасы, Назерке ортасы ағып кетеді деген кезімде мен сіздерге осындай YouTube каналыма арнайы шығарам деп айтып едім. Ең алдымен қыздар бірінші қамырын елеп аламыз. Ол үшін бізге осы қантты және де жұмыртқаны бірінші жақсылап қант езілгенше араластырып аламыз. Одан кейін үстіне сармай бөлме температурасында болу керек. Сармайды араластырамыз. Одан кейін барып онымен разрыхительді араластырып қамыр елейміз. Қамырымыз жұмсақ болады, көп елеудің қажеті жоқ, сармай езіліп кететін болады. Сол себептен бірден елеп тоңазытқышқа қоятын боламыз. Келесіден начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, вареный сгущенка және де қаймақ керек болады. Барлығын венчикпен араластырамыз. Венчиктің көмегі аз болатын болса, онда миксермен араластырып аласыздар. Келесіде қамырды осылай біздің формамызға орналастырып аламыз. Менің формамның диаметрі 26 см. Енді ішіне осылай начинкамызды құйып, алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Кейінірек осылай бетіне жаңағы артылып қалған наннан осындай бетіне гүлдер жасап шықтым. Енді де қызып тұрған пешімізді 180 градусқа 35 минутке пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, басында пісіп шыққанда осындай беті кішкене көтеріліп тұрады. Міндетті түрде әбден суытып болғаннан кейін ғана осы формадан алатын боламыз. Формадан да песочный тесто болғандықтан оңай алынады, жабыспайды. Әбден суытып алғаннан кейін осылай формамызды алып тастаймыз. Суытқанға бізге пирогқа 3-4 сағат жеткілікті. Енді де қыздар айта кетейін, міндетті түрде осындай карамельный пирогқа варенка сгущенкасын болмаса, три желания сгущенкасын пайдаланыңыздар. Басқа сгущенкалар мүлдем келмейді. Сол себептен сіздердің көбінесе қыздардың ортасы жаңағы тураған кезінде қатпай ағып кетеді. Көріп тұрғандарыңызда мен кукурузный крахмалды да қолданбадым. Ортасына көп пирогтардың ортасына мен кукурузный крахмалдарды қолданбаймын. Осындай міне варенка сгущенкасын арнайы алатын болсаңыздар, арнайы сонымен пісіретін болсаңыздар, ортасы ағып кетпейді. Карамельный пирогтарыңыз және де өте дәмді болып шығады. Қыздар, осымен менің пирогым дайын. Менің парақшама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.